Қымбатты көрермен қауым, таңғы бағдарлама ұжымы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Шешендік қазақ елінің көнеден келе жатқан дәстүрлі тіл өнері. Шешендік сөз терең ойға, ұтқыр шешімге, тапқыр қисынға құралады. Шешендік өнер мен билік қолма-қол тауып айтылатын суырып салма, жүрек жарды әділ сөздерге негізделіп шығармашылық сипатымен дараланады. Дұрыс айтасың. Шешендік өнеріне ерте замандардан-ақ үлкен мән берілген. Ежелгі грек Рим елдерінде шешендік өнерді риторика деген атпен жеке пән ретінде оқыған екен. Еліміз бойынша шешендік өнерді дамытып жүрген журналист ағамыз арнайы Алматы шаһарынан келген қонағымыз біздің бүгін таңғы бағдарламамыздың төрінде. Олай болса таныс болыңыздар. Жарқын Сәленұлы, журналист, Дельмар Республикалық шешендік өнерді дамыту клубының президенті, Абай атындағы Республикалық мектеп-интернатының шешендік сөз өнері пәнінің мұғалімі. Жарқын мырза, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң. Жақсы, енді Мыңғыпиялы Маңғаз Маңғыстауға қарт Каспийдің жағасына абыздардың, аңыздардың еліне келгеннен кейін көңіл күйдің көтеріңкі болуы заңдылық. Барша көрермендерге таң қайырлы күн табысты болсын деймін. Алатау бөктерінен кәрі Каспий жағасына алғаш келуіңіз бе? Жоқ, қателеспесем, үшінші рет келіп отырмын. Бұл жақта шынын айтқан кезде күздің ауа райын сезініп отырмыз. Осыдан бір 10 күн бұрын Алматыда дәл осындай ауа райы болған. Жаңбырлы күз, ұзаққа созылған күз болған. Дәл сондай ауа райы қазір Маңғыстауда болып жатыр екен. Тамаша. Олай болса, Жарқын мырза, өзіңізбен жарқын сәтте алда мереке келе жатыр. Дәл осы мереке тұсында өзіңізбен жүздесіп отырмыз. Енді шешендік өнер деп тілге тиек еттік қой. Алдымен осы шешендік өнер дегеніміз не? Ол не береді адамға? Осыдан бастап алайықшы. Шешендік өнерді көп жағдайда қазір тек қана сөз өнердің бір саласы ретінде қарастыру басым. Әдебиетші, тіл саласының мамандарының өзі солай қарастырады екен. Бұл бір жақты түсінік деп қалыптастырам. Жалпылай айтқан кезде шешендік өнер дегеніміз бір ұлттың дүние танымын, болмысын түгелдей айғақтайды. Өйткені шешендік өнердің қажет емес, қатысты емес, байланысты емес саласы кемде-кем. Өйткені шешендік өнер дипломатиямен де, саясатпен де, мәдениетпен де, тарихпен де, әдебиетпен де, салт-дәстүр, дүниетаным барлығымен тікелей байланысты. Сондықтан біз шешендік өнер арқылы халықтың жанын, жадын, дүниетанымын, мәдениетін, болмысын терең тани аламыз. Әрбір сөздің астарында сол айтылған әңгімелердің дәуіріне, тұлғаларына қатысты, қай сәтте айтылды, неге айтылды, қандай ұстаныммен айтылды деген дүниелерді қазбалай беретін болсақ, бір сөзбен айтқанда қазақтың ұлттық шешендік өнері ұлтты танудың кепілі деп білетін едім. Сондықтан ол тек қана әдемі сөйлеу өнері емес, тап бермеде тауып сөйлеу, ұрымтал тұста ұтымды сөз айту өнері. Ол үшін үлкен ақыл, парасат керек, жан-жақты білім керек. Сіздерге енді уақыт бар деп ойлаймын, бір дерек салыстырмалы түрде айтқым келеді. Мынау әлемдік деңгейде адамдарға қарым-қатынаста жаңалық ашқан Дейл Карнеги деген кісінің шешендік өнер деген кітабы бар, 1 миллион данамен жарық көрген. Сода мынандай бір ақпарат бар. 1863 жылы Америкада бүкіл дүниежүзі армандайтын Гарвардтың экс-президенті, сенатор, губернатор болған Эдвард Ивер деген кісіні 1863 жылдың 23 қазанында бір ескерткіштің ашылуына сөз сөйлеуге шақырады. Өйткені ол сол кезеңдегі Американың атақты шешені екен. Бірақ ол жақындаған кезде айтады, мен сөйлеуге дайын емеспін деп, уақытын бір айға жоқ кейінге шегереді. Яғни 23 қазанда жоспарланған іс-шараны 18 қарашаға дейін шегер. Ондағы мақсаты бүкіл ел алақанына салған атақты шешен болғаннан кейін тарихта қалатындай сөз айтуға тырысу болады. Бірақ біздің қазақ қалай болды? Бір мысал айтайын. Бала сырым 12-13 жасында, әйгілі сырым Датұлы. Мөңке бидің үйіне тайымен жоқ қарап барады. Кешке жақын келген бала қонақтаса жақтырмаған үйінің иелері босаға жаққа жатқызып, үстіне жарғақтан жауып шалап беріп қойды. Таңертең орнынан тұрса, үйдің қызыл семіз тұсағы үйелі бөліп қапты дейді. Сонда Мөңке би есікті ашып, ызғар шашып, балаға тұрып айтады: "Ей бала, тұр. Үйге құтты қонақ келсе, малы егіз табады. Құтсыз қонақ келсе, малын қырсық шалады деген, сен құтсыз қонақ болып үйіңе қайт" дейді. Сонда 12-13 жастағы бала көзін уқалап, сығырайтып ашып, Мөңкеге қарап тұрып айтты дейді: "Жоқ, биеке, қателестіңіз. Үйге құтты қонақ келсе, малы өліп иесі аман қалады. Құтсыз қонақ келсе, иесі өліп, малы иесіз қалады деген менің қандай қонақ екенімді осыдан біліңіз" дейді. Сонда Мөңке қатты риза болып, бала сырымға сый-сияпат жасап аттандырған екен. Міне, тап бермеде тауып айту, бағанағы біз мықты санайтын Эдвард Ивер, Гарвардтың президенті, бір ай уақыт сұрап отыр. Біздің бабаларымыз 1 минутта уақыт сұраған жоқ. Іркілместен жауап берді. Сондықтан ұлы далада қалыптасқан ұлттық өнердің, ұлы өнердің бірі бұл шешендік өнер, бұл дара өнер, бұл бекзада өнер. Бұл және әркімнің қолынан келе бермейді. Себебі шешендік өнер бойында бар болу үшін оның ақыл парасаты, білімі,
дүниетаным бай болды. Тамаша. Дөп айту, тауып айту, нақты айту бұл қазақтың қанда бар дейсіз ғой, иә? Әрине. Жақсы. Дәл осы өнерге қызығатын, келетін шәкірттеріңіз туралы айтып берсеңіз? Сұраныс бар қалай? ма? Соңғы кезеңдерде шешендік өнерге деген қызығушылық күрт асып келе жатыр, күрт көбейіп келе жатыр десем қателеспеймін. Себебі біздің мектеп Алматы қаласындағы нөмірі 1 жалғыз жеке дара республика бойынша қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытатын талай таланттыларды түлетіп ұшқан киелі білім ордасы, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын, оқу министріне тікелей қарайтын бірден бір мемлекеттік мектеп. Осы мектепте 8 сыныптан бастап қабылданады қазақ тілі әдебиетіне бейім оқушылар. Ал ондағы оқушылардың талабы, таланты, ықыласы ерекше. Мен сол мектепке 2018 жылы сабақ беруге келгеннен кейін ойландым. Тек қана осы мектептің қабырғасында қалу керек бұл қасиетті өнер. Неге бұны бүкіл елге насихаттамасқа деп 2018 жылдан бастап Ділмар деген шешендік өнер байқауын қолға алдық. Сөйтіп биыл 5-ші рет өткіздік. Осының нәтижесінде осы Ділмар байқауының негізінде оқушылар арасында 8 рет, студенттер арасында 2 рет, жалпы жиыны 10 республикалық шешендік сайыс өтті. Мысалы, студенттер арасындағы шешендік сайысқа Атамұра корпорациясының президенті Ұлтжанашыр Рақымғали Абырарұлы биылғы жылы 2 миллион теңге бөлді. Бас жүлдесі 500 мың теңге болды. Енді бұл студенттерді шешендікке баулуда бұрын соңды болмаған оқиға. Келесі жылы 3-ші рет өтетін студенттер байқауына 3 миллион теңге бөліп отыр. Енді ойлап көріңіз, шешендік өнердің қандай құндылыққа ие екендігін. Мысалы, Ержан Қожахмет деген ағамыз мектеп арасында өткен оқушылардың шешендік өнер байқауына өзінің қалтасына 1 миллион теңге беріп оқушыларға жүлде тағайындады. Айтайын дегенім, қазірде аталы сөздің қасиетін білетін адамдар бар. Мысалы, бұл бүгін ғана қалыптасқан жоқ. Торғай жерінде өткен Сейдахмет деген шешен топтың ішінде көсіліп, шешіліп сөйлеп отырғанда сол ердің Бірәл деген бай айтады. Ай, осы Құдайды әділетсіз ау дейді. Сейдеке саған тіл мен жақты бергенде мал мен дәулетті бермей кемітіп қойғанын қарашы дейді. Сонда Сейдахмет айтты дейді. Ай, Бірәлі, берем десең дәулет өзіңде тұрған жоқ па? Соның біразын беріп Құдайдың өзін ұялтсаңшы дейді. Сонда Бірәл айтты дейді, балаңды жібер деп. Ол кезеңде сөз түсінеді, байда, биде, бекте, қанда сөзге тоқтайды ғой. Баласы барса алдына 10 шақты қой салыпты дейді, айдап кетті. Сонда баласы айтты, әкем айтып еді, Бірәлі, қой берсе жай ойдатпайды деп айтты дейді. Астына ат береді. Міне бір-ақ ауыз сөзге астына ат мінгізіп 10 шақты қой айдатқан кешегі аталы сөздің абыройын асқақтатқан бабалардың бүгінде сондай ұрпағы бар. Және соны қадірлейтін өздеріңіз айтқандай шәкірттер, студенттер, оқушылар көбейіп келе жатыр. Міне киелі сөз ұстаған абыз жазушы Әбіш Кекілбайұлының, әйгілі ақын Фариза Оңғарсынованың, оның ар жағындағы мұрын жырау, сүгір жырау бастаған, қашаған жырау бастаған қаншама керемет сүлейлердің, жыршылардың елінен шешендікке құмар құштар оқушылардың көп болуы заңдылық. Сондықтан да мен мектеп оқушыларын, жалпы студенттерді осы шешендік өнердің қадір қасиетін түсінуге, сайыстарға қатысуға шақырам. Әлеуметтік желіде Ділмар клубы деген Инстаграмда, ТикТокта, Ютубта парақшаларымыз бар. Соған кіріп көріңіздер. Және алдағы уақытта өтетін республикалық сайыстарға белсенді түрде қатысып, облыстық деңгейде сайыстар өткізіңіздер. Білім басқармалары осы сөзді естіп қалып шақырып жатса, мен келіп өткізуге дайынмын. Себебі сүйегіне сөз қонған ел, осы киелі елден қаншама сөздің тізгінін ұстайтын, ертең елдің көшбасшысы болатын, биік мінбелерден тартынбай сөйлейтін тұлғалар шығады. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, кейде біздің жаңағы үкімет саласында жүрген басшыларымыз журналистерден ит қуғандай қашып жүреді. Сөзін айта алмайды, уәжін жеткізе алмайды, жұмысын насихаттай алмайды. Сондай болмас үшін келешек бүгіннен бастап мектеп қабырғасында дайындалуымыз керек. Тамаша. Енді біз әріптесім Әсел екеуміз таңғы бағдарлама студиясында дәл осы Ділмар байқауының облыстық кезеңінде жүлделі орынға ие болған өнерпаздарды шақырдық. Олардың көзіндегі жалынын көріп біз таңғалғанымыз рас. Өйткені мынау сөзге деген, қызметке деген, болашағына деген үлкен сенімділік байқалады. Тек қана жеңіп қана қоймай, алдағы уақытқа да бір нық сеніммен келгенін біз байқадық. Өйткені олардың бойында бабалардың рухы жатыр. Әрине, айтайын дегенім сол еді. Енді Жарқын мырза, өзіңіздің біздің өңірге келудегі сапарыңыз дәл осы байқаумен байланысты ғой демек? Жоқ, бұл байқауға қатысы жоқ, жеке шаруалармен келдім. Жалпы бұл өңірге бұған дейін бірнеше мәрте мына Отпантауда басталатын наурыз көрісі күні амал мерекесін көруге келгенмін. Оның алдында 2013 жылдары болса керек, Қазақ радиосында қызмет жасап жүрген кезде осында қателеспесем Жақсылық Елеусінов деген жырау кісінің үйінде болып, қазір ол кісінің бар жоғын білмеймін.
біраз өсиеттерін, өнегелерін жазып алғанбыз, жаңа жөнге барып жыршыларды жазып алып, радиодан насихаттағанбыз. Жалпы өзі мен мынау ел іші өнер кеніші дейді ғой. Сондай өнерлі елдегі тұлғаларды, таланттыларды тауып, насихаттауды жақсы көрем. Маңғыстау өңіріне келгенде де өздеріңізбен хабарласып, осы бағдарламаға шыққанда да басты айтайын деген біздің осындай ел ішіндегі өнер тұлғаларын, әдебиеттің тұлғаларын, ұлтын жан жүрегімен сүйетін тұлғаларды көбейтуге атсалысу, бағана өзіңіз айтқандай сол ұрпақтың бойына ұлттың рухын сіңіру болады. Жақсы. Енді шешендік өнер сайысындағы Маңғыстау облысындағы қатысушылардың аяқ алысын өзіңіз қалай бағамдар едіңіз? Маңғыстау облысынан осы уақытқа дейін бірнеше байқауға тұрақты түрде қатысып келе жатыр. Жыл өткен сайын байқауымызша деңгейі өскен, білім көкжиегі кеңейген, шешендік өнерді түсінген, осы жылы қатысқан 11 сыныптың оқушысы қазір аты есімде жоқ, қандай бір жарқырап жақсы өнер көрсетті. Бұл жерде тек әдемі сөйлеп, сөз сапыру, сөз уарлық, сөз қуу емес, сөздің мағынасын түсіну, астарына үңілу, жеткізу және өзінің уәжін, пайымын өткізе алу. Бұл шешен сөздің мақсаты ұлт ұстаз Ахмет Байтұрсынның айтуынша белгілі пікірді түрлі дәлелдермен сипаттап түсіндірумен ғана қоймай, сол пікірге нандыру, сендіру, үйіту, балқыту, иман келтіру дейді. Яғни сөзіңізді өткізу, ойлағаныңызды істету, айтқаныңызға көндіру, жақсы нәрсені жүрегіне сала білу. Өйткені жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Сөз деген құдірет, осы құдірет арқылы біз жақсы қарым-қатынас жасаймыз. Осы сөз арқылы бір-біріміздің арамыздағы рухани байланыс тереңдей түседі. Осы сөз арқылы мәселе шешіледі. Баяғыда тарпа бас салып соғыспаған ғой, білесіздер, қазақ жоңғар, қазақ түрікмен, қазақ қырғыз қарым-қатынастарында бірінші кезекте осы дипломатиялық қызметтер жүрген 14 жасар Қазыбектің жоңғардың қоңтайшысының алдында біз қазақ қырда мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз деп айтатын, басымыздан сөз асырмаған елміз, дұшпанға еш бас ұрмаған елміз деп айтып, жоңғардың қоңтайшысын көндіріп, тұтқынға ұстап қалған қазақтар мен мал мүлікті қайтарған. 14 жастағы бала, 15 жастағы төле алғаш рет билік айтқан. Ендеше сол бабалардың ізін жалғайтын бүгінгі балалардың болмауы мүмкін емес. Біздің мақсатымыз сол, бұлақ көрсең көзін аш деп, сондай талантты оқушылардың шоғырын қалыптастыру, бүгінгі заманның көшбасшыларын қалыптастыру. Осы арқылы келешектегі біздің президенттеріміз, келешектегі министрлеріміз тікелей эфирде халықпен бетпе-бет сағаттап отырып сөйлесе алатындай деңгейге жетсе, онда біздің арманымыз. Аға, осы тұста сұрағым бар еді. Бүгінгі жастар енді шетелдің жаңағы өзіңіз айтқан Дейл Карнеги сынды кітаптарын оқиды, тіпті ютубтан тауып алып, өзге де мотивациялық бір ораторлық өнерді жиі тыңдайды, оқитындар бар. Бірақ қазақ тілінде өте ақпарат аз. Осы турасында кітап жазып, болашақта ойыңызда бар ма? Енді жалпы қазір әлеуметтік желіде, ғаламторда қазақтың шешендік өнеріне қатысты ақпараттар салыстырмалы түрде көбейіп келе жатыр. Оның ішінде біз де үлес қосып бағана айтып отырмын. Ділмар деген YouTube арнамыз бар. Сол жерде шешендік өнерге қатысты ақпараттарды салып отырмыз. Және басқа да көптеген шешендік өнерді насихаттайтын қазақ тіліндегі көрсетілетін пайдалы дүниелер көбейді. Енді сіздің сұрағыңыз орынды, болашақта кітап жазасыз ба деген. Мен енді Алматы қаласында Сүлеймен Демирел университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты Береке Жұмахаева деген апаймен бірге үздіксіз ақылдасып жетілдіріп келе жатырмыз. Мына шешендік байқаудың, шешендік өнерді практикалық тұрғыда оқытудың әдіс тәсілдерін. Бұйырса келесі жылы соның бір оқу бағдарламасында оқулығын жазғымыз келеді. Себебі бұған дейінгі оқулықтарды қарап отырсақ көбі теорияға негізделген. Біз теориямен баланы дамыта алмаймыз және қызықтыра алмаймыз. Сондықтан мен 6 жылдан бері сабақ үстінде тек қана практикалық жаттығулармен, оқушылардың сөйлеу шеберлігін дамытумен айналысам, және біз кезең-кезеңмен оқушылардың деңгейін, сайыстың деңгейін көтеріп отырмыз. Егер бірінші жылы бастала салып оларға тұтқиылдан сөз табуды үйрен дейтін болсаң, бәрі кері бұрылып кетіп қалатын еді. Біз алғашқы кезеңдер тақырыптарды бердік, одан кейін түрлі жаттығулар жасадық. Сөйте келе биыл алғаш рет тақырыпты сайыс үстінде беріп, жеребе арқылы таңдап алып, сол жерде өзінің тапқырлығымен шешендігін көрсететін деңгейге жеттік. Осының барлығының арасында қаншама жұмыс бар, еңбек бар, ізденіс бар, тәжірибе бар. Осы тәжірибелердің негізінде бағанағыдай оқу бағдарламасын, оқу құралдарын жазып, мектептерге осыны тарату ойымызда. Жақсы. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл сайыс мектеп оқушылары арасында, студенттер арасында өткізілетінін айттыңыз. Енді айтайын дегенім, қазір енді таланттың бәрі тасада ғой, ауылда ғой, көбіне көп. Дәл осы сөз қадірін білетін де, сөзді ұғынатын да, жақсы сөйлей білетін де жандарды жасырмаймыз, ауылдық жерлерде тұрады.
ересектерге арналған сайыс ұйымдастыру ойда жоқ па? Негізі енді бар ол ойда, бұған дейін де бірнеше ұсыныс айтылды, бірақ оның барын ұйымдастыру үшін белгілі бір жүлде, оларға сыйақы тағайындау керек. Осы жағынан біз көп жағдайда кішкене көңіліміз, үнжұрғамыз түсіп қалатын кезең болады. Бағана айтып отырмын, мектеп, студенттер арасындағы оқушылардың сайысын өткізу үшін әрқайсысына қажетті қаражаттар үшін азаматтардың алдына барам мен. Осындай дүниелер өткізетін еді деп. Енді көп көмектесіп жатқан азаматтар бар. Мысалы, Олжас Орынбасарұлы деген азамат бар, өзі көршім, досым. Сол азаматқа мектеп ішіндегі бір байқау үшін бір 175 теңге керек деп едім. Өзінен кәсіпкерлігін енді бастап жатқан, ойланбай берді. Осы арқылы біз шешендік сөздерді көп жаттап мәнерлеп айту сайысын өткіздік. Ол қандай дейсіздер? Мына кітаптардағы шешендік оқиғалар бар ғой, әңгімелер. Солардың кемінде 30-ын жаттау керек. 30 әңгімені. Және біз оны әрқайсы сөзді сұраймыз. Мағынасын сұраймыз, қай жерде өткен деп сұраймыз. Және оны түсінген, түсінбеген сұраймыз. Осының нәтижесінде біздің мектебімізде 100-ден астам әңгімені шешендік толғауды жатқа айтатын Гүлшат Досқынқызы қалыптасты. 30-дан астам әңгімені жатқа айтатын 9 оқушының қазір кез келген тыңдауыңызға болады, мәнерлеп отырып жеткізеді. Одан кейін 8 сыныптардың арасында да өткіздік. Осы сайыстар арқылы, байқаулар арқылы, жүлделі байқаулар арқылы ғана біз олардың қызығушылығын оятамыз. Ал сіз қойған сұраққа келетін болсақ, ересектер арасында өткізгіміз келеді. Егер демеушілер табылып, баяғы сияқты сөздің қадірін білетін азаматтар шығып, жарайды, біз тауып айтқан азаматтарға ат мінгізейік, түйе берейік, шапан жабайық, сыйлығын берейік, осындай сайыс өткізейік, келіңіз десе, мен дайынмын. Бүкіл дүниеге қазір демеуші тауып өткізуге шын айтқанда менің күшім де, шамам да, уақытым да жете қоймайды. Демеушілері бар болатын болса, байқауларды өткізуге. Осы орайда Атымтай Жомарт жандардың құлағына алтын сырға беріп қояйық. Жақсы. Жарқын мырза, бізде көріп отырған көгілдір экран алдындағы көрерменге, маңғыстаулықтарға айтар таңғы лебізіңіз қандай? Бағана сөзім басында айттым, бұл өзі жаңағы Бекет атамыз жатқан, қазақтың руханиятының ең үлкен бір қамбасы жатқан, қазынасы жатқан киелі өңір. Осы өңірге келген сайын жүрегімізді бір мақтаныш сезім билейді, рухымыз көтеріледі, мерейіміз үстем болады. Неге екенін білмеймін, Каспийдің толқынына қарап, өмірдің толқынын, қазақтың жүріп өткен тарихының толқынын, кешегі бабалардың, батыр бабалардың ізі қалған, ізетті тарихы қалған дүниелер ойға келеді. Сондықтан бұл өлкеде қазір де қазыналы қаламгерлер, қазір де талантты тұлғалар, өнерлі адамдар көп. Сондықтан қасиетті Маңғыстау өңірінің жұртшылығына тек бабалардан қалған асыл мұраны ары қарай жалғастыратын рух тілеймін. Кешегі бір ай бойы Қырымның 40 батырын жырлаған, біздің жыраулардың жолын жалғайтын сондай бір талантты шәкірттердің, жас ұрпақтың өскенін қалаймын. Соған бірлікте атсалыссақ деймін. Енді ең бастысы қазақтың руханияты ғой. Бұл жақта сол руханияттың өзім айтқандай алтын сандығы, алтын көмбесі, алтын қазынасы бар. Сол қазынаны төкпей, шашпай, келешек ұрпаққа жеткізсек деймін. Сондай жұртымның, елімнің бойына сондай бір тамаша аманатты, қиянат жасамай, ары қарай сақтай беретін ұрпақты бірге өсірсек, бірге тәрбиелесек деймін. Амандық тілеймін, ізгілік тілеймін, жақсылық тілеймін. Жақсы. Енді күнеден келе жатқан дәстүрлі тіл өнері, шешендік өнері турасында біз таңмен таласа әңгімелестік. Студиямызда қонақта болған Абай атындағы республикалық мектеп-интернатының шешендік сөз өнері пәнінің мұғалімі, журналист, Эльмар республикалық шешендік өнерді дамыту клубының президенті Жарқын Сәленұлы. Жарқын мырза, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Шақырған сіздерге де рахмет. Алдағы уақытта сәттілік серік болғай. Енді мынау сөз өнеріне екемі бар жастардың көп екенін айтып отырсыз. Есесіне сөз қадірін үстетін тыңдарман мен қолдаушылардың қатары көп болса деген түйінді оймен аяқтайық. Қымбатты көрермен, таңғы бағдарлама ұжымының бүгінге ұсынары осымен аяқталды. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейміз, жаратқанын берер несібесі таусылмасын. Бүгін дүбірлі дүйсенбі апта басы, олай болатын болса жақсы өтсін, аптамыз қалай қарсы алсаңыз солай жалғасатыны анық. Дей тұрғанмен де таңмен таласып, ұйқысын қимай, жылы көрпе астында жатқан жандарға оянайық, күнді сәтті бастайық, таңмен таласып жаттығу жасайық, ән тыңдайық. Сәлем Маңғыстаудың бүгінгі ұсынары жалпы жоғарыда айтылған кеңестер кәдеңізге жарасын деген оймен біз өздеріңізбен қоштасамыз. Сау болыңыздар.